Жағы екінші кереметі сол жүгі өзі халық көп келетін болғасын мешіт салмақшы болады. Екі өжірелді, екі бөлмелі мешіт адамдар отырады. Сонда намаз оқитын мешіт соған не іздей бастайды. Өрелік ағаш үстіне салады. Соны Бұхараға барса, бір өзбек ағашын таңертең ең соқпыл жатқанда кесіп демалып отыр екен. Алтыбай атам сол өзбектен сұрайды, ағашың сатасыз ба деп. Сосын мынау аты жоқ, түйесі жоқ, қарапайым адам қорытын асып алған. Несімен алып кетеді, мазақ қалды. Сол дарақты көтеріп алып кетсең, иығыңа салып, тегін білем депті. Рас па депті. Рас депті. Сосын бисмиллахир-рахманир-рахим деп иығына салыпты. Сосын бұлай дырылдата бастапты. Сосын бір уақытта кетіп бара жатыр, сөйлетіп. Мынау тегін адам болмады ғой деп, белдеу тұрған атым міне сала қуады ғой. Сөйтіп онан сайын жағы атқа жеткізбейді. Шаңын көреді отырады, бұл атынан шабатты отырады. Сол жерде Ағытпа деген жер бар бір. Жарты күн жүреді Бұхарадан. Бесін намазын оқуға тоқтап, Ағытпа көл бұлақ қой. Бұлаққа тоқтап, намазын дәрет алып отырған сүсіне келеді. Қасына қойған ағашта. Аттан түсе сала домалайды. Мен жасым жаңылдым дейді өзбек. Мен осы жасқа келгенше бала көрмеп едім. Мен енді сіз менің бағалауымша әулие адам сияқтысыз. Тегін адам емессіз. Тегін адам емес. Сіз маған бір бала тілеңіз. Құдайдан осы шынымен бердім сізге. Сатпай. Тегін бердім ағашты дейді.